Балалар, бізде қазір математика сабағы. Сабақтың тақырыбы текше, тіктөртбұрышты параллелепипед. Сабақтың мақсаты кеңістікте геометриялық фигуралардың тіктөртбұрышты параллелепипед, куб сызбасын дайындау және олардың модулін құрастыру. Балалар, оқулығымыздың 43-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Жазбаны қара. Фотосуретші текшелерді үлгіде көрсетілгендей түсірді. Текшенің сол және оң, жоғары және төменгі жақтарында, артқы жағында қанша нүктеден болатынын анықта. Ал балалар, бірге мына текшенің жоғары төмен, оң және сол жақтағы қара нүктелерін не істейміз? Бірге анықтаймыз. Балалар, сендер үйден мына сол жақта, оң жақта берілген модульді қағаздан өздерін жасап алсаңдар болады. Ал балалар, есімізге түсірейікші, бұндай текшемен қандай ойын ойнайды? Ойланайықшы кәне. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Нарды ойын ойнайды. Сендердің ағаларын, көкелерін нарды ойын ойнағанда сендер байқаған болатынсыңдар, е? Тамаша. Енді балалар, бәріміз мына екі суретке назар аударайық. Яғни, бұл текшенің жоғары жағында неше нүктені көріп тұрмыз? Қара. Дұрыс айтасыңдар, 4 нүктені көріп тұрмыз, е? Осы жоғары жағындағы қарама-қарсы оған төменгі жақ болады, е? Осы қалай ойлайсыңдар, төменгі жағында неше нүкте орналасқан? Мына модульге де қарап қойсаңдар болады. Әрине, дұрыс айтасыңдар. 4 нүктеге 3 нүкте орналасқан, е? Қарама-қарсы. Тамаша. Сол жақта 2 нүкте орналасқан. Қалай ойлайсыңдар? Осы сол жағында 2 нүктеге қарама-қарсы қандай нүкте деп ойлайсыңдар? Кәне ойланайық. Модульге де қарайық. 2 нүктеге қарама-қарсы 5 нүкте. Тамаша балалар, дұрыс айтасыңдар. Ал оң жағындағы 1 нүктеге балалар қарама-қарсы арт жағындағы бізге көрінбейтін оған қандай нүкте қарама-қарсы дейсің? Осы 1 нүктеге қанша нүкте қарама-қарсы деп ойлайсыңдар? Ал ойланайық, модульге де көз жүгіртіп қояйық. Дұрыс айтасыңдар. 1 нүктеге қарама-қарсы 6 нүкте орналасқан. Тамаша балалар. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, екінші тапсырма, яғни оқулықтың 43-ші бетіндегі 3-ші тапсырманың А нұсқасына бәріміз қарайық. Қорапты, мына қорапта назар аударайық, е? Бұл қандай геометрияда қандай фигура деп айтады? Я, дұрыс айтасыңдар. Бұл параллелепипед деп атайды екен. Мұндай фигура математикада тікбұрышты параллелепипед деп аталады. Ол қандай фигурадан тұрады? Осы сұраққа бәріміз бірге балалар жауап іздеп көреміз, е? Ал кеттік. Параллелепипедтің бетін құрайтын тіктөртбұрышты жақтары деп аталады. Параллелепипедтің 6 жағы бар. Бұған қоса бір-біріне қарама-қарсы орналасқан жақтары тең болады. Яғни балалар, неше жағы бар екен? Тамаша, 6 жағы бар екен. Кәне санайықшы. Маған қарап тұр, бізге қарап тұрған тіктөртбұрышты жағы 1, оған қарама-қарсы 2, төбесі 3, табаны асты жағы 4. Яғни оң жағында 4 бұрыш бар, сол жағында 4 бұрыш. 4, 5, 6 болды, е? Бұл оның жақтары болады екен, е? Оның қарама-қарсы жаңағы жақтары бір-біріне тең. Ал параллелепипедтің 12 қыры бар. Бұған қоса олар жақтарынан да қабырғалар болып та табылады. Яғни 12 қыры немесе 12 несі болады? Қабырғасы болады екен балалар. Ал санайық. Яғни қырлары балалар, міне ұзын түтікшелер тұр ғой. Ұзын түтікшелер нешеу екен санайықшы? 1, 2, 3, 4. Енді оң және сол жағында төрт бұрышты түтікшенің қырлары бар. Соны санайық, е? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Е, балалар? Яғни 12 несі болады екен? Қыры немесе 12 жаңағы жағы болады, е? Жақтары. Үшкір-үшкір мынандай бұрыштары.
Ал балалар, қырларынан қиылысу нүктесін параллелепипедтің төбелері деп айтады. Яғни балалар, жаңа мына ермек сазбен бекіткен тұстары бар ғой, ыңғи қырларды бекітеді ғой, сол пластилинмен дөп-дөңгелек болып бекітіліп тұрған тұстарын төбелері деп айтады екен. Төбелері 8 екен. Ал қара нүктелерді санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Түсіндік пе балалар? Яғни математикада параллелепипедтің төбесі 8 болады, жақтары 6 болады, қабырғалары 12 болады екен. Балалар, сендер үйден осы параллелепипедті түтікше арқылы өздерін пластилинмен жасап көрсеңдер болады. Немесе сіріңкемен, ермек сазбен. Сендерге түсінікті деп ойлаймын балалар. Сендер осы параллелепипедтің ереже дәптерге жазып түртіп алыңдар, ол бізге болашақта керек. Тамаша балалар, ендеше оқу тапсырмаларымызға назар аударайық. Бүгінгі күн атауы 2 ақпан деп жазамыз. 2 цифрын барлық талаптарға сай етіп жазып шығамыз. Жазып бітсек балалар, оқулықтың 44-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Яғни бұл мәтін есеп берілген екен, Ал балалар, бұл мәтін есепті шартын, шешуін, жауабын құрастырамыз, Балалар, қысқаша шарты сендерге құрылып тұр. Сендер тек есептің шешуі мен жауабын толық, мұқият, қатесіз не істейсіңдер? Шығарасыңдар. Келістік пе балалар? Тамаша балалар, ендеше оқулықтарыңның 44-ші бетіндегі 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде балалар сызба бойынша өрнек құрастырып амалдарын орындалу тәртібін белгіле дейді. Яғни амалдарды рет-ретімен орындасаңдар, сендердің өрнектерінің мәні дұрыс шығады. Ендеше бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы жасалады. 1-ші сызба бойынша өрнек құрастырады. 2-ші амалдардың орындалу тәртібін белгілейді. 3-ші өрнектің мәнін табады. 4-ші көркем жазады. Балалар, сендерге түсінікті деп ойлаймын. Жақсы балалар, ендеше математика сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс беруді ұмытпаймыз. 3 леп белгісін жазғандарын маған бәрі түсінікті болады дегендерін, 1 леп белгісін, 1 сұрақ белгісін жазып жібергендерін, әлде де сұрағым бар дегендерін, сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де көмекті қажет етем дегендерін. Жақсы балалар, ендеше келесі сабаққа дайындаламыз.